Өткен тарихқа көз салсақ, Новороссия ауданы 1935 жылы 31 қаңтарда КСРО бүкіл одақтық орталық атқару комитетінің қаулысымен ашылды. Ауыл орталығы Новороссия ауылы болып аталды. 2000 жылы Новороссия ауылы Ақжар деген атауға өзгертілді. Ақжар селолық округ орталығы. Халық саны 2775 адам. Ақжар ақтаңдақ шар деген ұғымды білдіреді. Ақжар ауылында небір табиғаты сұлу жерлер өте көп. Соның бірі Айдарлы аша. Айдарлы аша геологиялық жер қабаты. Көлемі 3 гектар, ені 200 метр, ұзындығы 1500 метр болатын жіңішке алқап. Бұл жердің ерекшелігі 30 миллион жылдық тарихы бар жер екенін әлем ғылымдары интернет арқылы тауып отыр. Еркін және бейбітшілік жерде өмір сүруіміз, ол Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің жемісі екенін мәңгілікке ұмытпаймыз. Ауылымыздың әлеуметтік жағдайларын көтеруге бірнеше азаматтар өз үлестерін қосып атсалысқан. Ауылымызда бірнеше мекемелер жұмыс жасайды. Соның бірі ауылымыздың болашақ жас түлектерін білім нәрімен сусындырып жатқан 1970 жылы ашылған Ақжар орта мектебі Волошин Сергей Николаевичтің атына берілді. 2010 жылы салынған болашақ бала бақшасы, акимат, мәдениет үйі, кітапхана және де ауылымыздың тұрғындарына өз қызметтерін аямай жұмыс жасап жатқан 2017 жылы жаңадан құрылған дәрігерлік амбулатория бар. Халық жағдайын жақсарту мақсатында биыл ауылымызға асфальт төселініп, спорт орталығы салынып жатыр. Қазіргі таңда Ақжар ауылы көркейіп жатқан Хромтау ауданының ауылдарының бірі.